Келіндік өмір 4-ші күн. Таңертең тұрып, өзім кофе демдеп ішіп алып, школға барған болатынмын. Бұл жерде менің Айзерем 1-ші сыныпқа барады. Соған дайындық. Оның үстіне бүгін менің қызымның туылған күні. Соған Айзереме киім таңдаған болатынмын. Алдымен өзіме көріп шықтым, кейін қызыма. Арасында осылай магнумға кіріп, өзімнің жейтін затымды тауып алдым. Онымды жеп, суымды ішіп, ары қарай жұмыстарыма кірістім. Колледжге, универге барған болатынмын. Колледждің алдында осындай күшті Әлия бар екен. Әлия отбасылық парк екен. Өзім бірінші рет көрген болатынмын. Осында менің оқырмандарым тұрады екен. Көріп өзінің жерлерін танып жатыр. Негізінде бүгін қызымның туылған күні болған тортқа заказ берген болатынмын, бірақ ол отмена болды. Ол қалай болғанын айтып берейін. Осыдан 2 күн алдын мен заказ берген болатынмын. Сөйтсем заказ берген қызым ұмытып кеткен ғой, тортын жасамаған. Таңертең звондап, мен торт алып кетемін, дайын ба десе, мен торт жасаған жоқпын дейді. Қалай жасаған жоқсың? Бүгін менің қызымның туылған күні, маған жасап беруің керек еді десем, ұмытып кеттім, кешіріңіз деп тұр ғой. Ол қызбен біраз қайқай шығарып, ұрсып таласып, ақырында қоя салдым. Арасында өзім Фирканға барып, керек заттардың бәрін алып алдым. Мұнда сүт, шекер, айран, баклажан, порошок, шампунь, гель, күріш барлығын алдым. 12.085 теңге төледім. Қызымның туылған күніне лағман істеп бердім. Өзі айтқан болатын, осындай салат, пицца, осындай печенье алған болатын, ішінен конфет шықты. Бірақ дәмі маған ұнаған жоқ.